Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай сүзбелі булочкалар дайындаймыз. Өте тез дайындалады. Барлығыңызға жасап көруге кеңес етемін. Міндетті түрде жасаңыздар. Ең бірінші ұнымызға қопсытқышымызды, қантымызды және ванильді сахарымызды салып, оның үстіне творог, яғни сүзбемізді салып, 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, су құйып, судың орнына сүт құйсаңыз да болады. Қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабысатын өте жұмсақ болып шығады. Мінекей осындай масса шығады бізде. Бұны 1-5 минутқа тындырып қоямыз. Енді салмасына сүзбенің үстіне қантымызды, кукурузный крахмал немесе ұн салып араластырамыз. Дайын болған массаны қамырымызды жайып, осылай ұнның көмегімен жаямыз, өйткені қамырымыз өте жұмсақ. Мінекей өстіп жайып шығамыз, өте жұқада, өте қалыңда болмайды. Жан жағын алып тастаймыз, тегістейміз. Дәл осы видеода көрсеткенде етіп кесіп шығамыз. Ортасына творогтан салмамыз салып, бүктейміз. Дәл осылай бәрін бүктейміз. Ортасында творог ағып кетеді, шашылып кетеді деп қорықпаңыздар, өйткені ішінде кукурузный крахмал бар. 180 градуста жарты сағат немесе 40 минутқа пісіріп аламыз. Өте дәмді, тез дайындалатын булочкалардың бірі. Мен 1 сағаттың ішінде жасап шықтым. Барлығыңызда жасап көруіңізге кеңес етемін. Сіздермен болған Ақмарал, астарыңыз дәмді болсын.